Баршаңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәмі өте керемет, әрі тойымды және де жасалу жолы өте оңай салаттың рецептімен бөлісемін. Ең алдымен картофельный фри жасап аламыз. Ол үшін бізге картоптың қабығын ашып алу қажет және де жақсылап жуып үкіштің көмегімен өткіземіз. Енді келесі кезекте үкіштен өткізген картопымызды суға тағы да салып әбден жуып аламыз. Суын ағызып, үстіне кішкене тұз салып, жақсылап араластырып, қызып тұрған майда қуырып алатын боламыз. Келесі кезекте дәл видеодағыдай қызарғанша қуырып алатын боламыз. Құрметті қыз-келіншектер, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Алдағы уақытта мен сіздермен бұдан да көптеген керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Міне осылай фриді қуырып алдық. Енді піскен тауықтың етін ұзынша етіп тураймыз. Мен алдын ала пісіріп, суытып алдым. Енді видеода көріп тұрғандарыңыздай ұзынша етіп турап алатын боламыз. Тауықтың етін турап алғаннан кейін піскен жұмыртқаларымызды дәл осылай ұзынша етіп турайтын боламыз. Барлық ингредиенттерін, яғни қоспаларын мен төменге описание бөліміне қалдырып кететін боламын. Сол жерден қарап жасасаңыздар болады. Ыдысымызға туралған тауықтың етін, одан кейін жұмыртқаны саламыз, және де бұл жерде қиярдың тек сыртын ғана үкіштен өткізіп қосамыз, ішін қоспайсыздар, тек сыртын ғана қосатын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай қиярдың тек қана сыртын қосамыз. Одан кейін кез келген алманы осылай үкіштен өткізіп қосатын боламыз. Өте дәмді әрі ерекше салат, сондықтан да үйде міндетті түрде жасап көріңіздер. Келесі кезекте алмамызды үкіштен өткізіп қосып алғаннан кейін жаңғағымызды майдалап турап қосатын боламыз. Одан кейін татымына қарай кішкене тұз салып, майонез қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Кез келген жанның асқазанын жаулап алатын, тойымды әрі жасалу жолы өте оңай салат. Жасап көрсеңіздер, комментарий бөліміне міндетті түрде пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Және де түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарий бөліміне жазып қалдырып кетсеңіздер болады. Міндетті түрде жауап қайтаратын боламын. Міне көріп тұрғандарыңызды барлығын қосып, және де майонезімізді араластырып, енді тарелкаға ұсына берсеңіздер болады. Негізінде картофельный фриді бірден салып араластырып жіберсеңіздер де болады. Мен салаттың үстіне қойып шықтым. Осылай әдемі көрінеді. Және де әдемілігі үшін осылай жаңғақтың бүтінін қойып шықсаңыздар болады. Мінекей осымен салатымыз дайын. Дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Сіздермен болған Айнұр. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.